Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге осындай потайной замокты кез келген көйлектің алдыңғы бөлігіне болсын, артқы бөлігіне болса да салуға болатын оңай тәсілін көрсететін боламын. Достар, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар, өйткені алдыда жаңа пайдалы видеоларды жіберіп алмау үшін. Ондайше біз бастаймыз. Киімге замок салу үшін киімімізді пішкен кезде бірден замокқа артығымен қосымша алуды ұмытпаңыздар. Яғни не болмаса 1,5 сантиметр аламыз. Бірден аласыздар. Содан кейін жаңағы замок тігілетін жерді бірден оверлоктап аласыздар. Оверлок болмаса зигзагпен жүргізіп аласыздар. Содан кейін замогымызды аламыз. Міне осылай ашасыздар. Ашқаннан кейін мына замокты былай кері айналдырып, мына алдыңғы бөліктің тура алдына қоясыздар осылай. Міне. Осы жерде бірден ине қадап аламыз. Осылай ине қадап, толығымен осылай қадап шығамыз. Тура жаңағы өздеріңіздің белгілеп дайындап алған орынға, көрдіңіздер ме? Біз 1 сантиметр қалдырсаңыздар, тура сол 1 сантиметрге осылай қойып аласыздар. Мына жерде бормен сіз белгілеп алсаңыздар да болады. Бұның негізінде осылайынан қоя салғанда ыңғайлы. Мына замоктың өзінің бойымен қоя саласыздар. Көрдіңіздер ме? Осылай қойып, ине қадап аламыз. Екінші жағында осылай керісінше аласыздар да, осылай айналдырып, керісінше айналдырасыздар да замокты. Тура осылай басынан бастап, осылай қоясыздар. Содан кейін ине қадап шығамыз бұғанда. Толығымен осылайынан ине қадап шығасыздар, тура мынау сияқты. Осылайынан ине қадап алдым, толығымен екі жағына да қараңыздар. Енді осы кезеңде, егер сіз жаңадан тігіп жүрген болсаңыз, бірден ерінбей мынаны көктеп шығыңыз. Кәдімгідей инешпен осы ине қадаған жерден көктеп алғаныңыз өте ыңғайлы болады. Достар, менің жану машинкасында осындай лапка бар, потайной замокқа арналған. Мен осымен тігетін боламын. Міне, лапканың астына саламыз. Содан кейін мына замокқа өте жақын қоясыздар. Осылай жақын қоямыз, бір-біріне тигізіп осылай. Не осылай. Содан кейін тігуді бастаймыз. Тіккен кезде замогымыз мына жерде жақын тұр ғой, міне. Еще сіздер мына жерден былай ұстап, оң жаққа тартып отырасыздар кішкене осы замокты. Осылайынан. Көрдіңіздер ме? Ашып кішкене. Сонда біздің замогымыз жақын болып орналасқандықтан жапқан кезде көрінбейтін әдемі болып шығады. Міне бір жағын тігіп болдым. Енді екінші жағын тігуіміз керек. Ол үшін керісінше жағын қойып аласыздар осылайынан. Ыңғайлы жақ. Мына замоктың жабылатын жағы бар ғой, соған қарай айналдырып қойып аласыздар. Өйткені лапкаға ыңғайлап қойып алу керек бізге. Көрдіңіздер ме? Осылайынан қоямыз енді. Кейбір арнайы лапкалар болады, екі жағымен де тіге беретін. Менде ондай жоқ. Мен сондықтан осыған келтіріп, айналдырып, осылай тігіп отырамын. Міне мен тігіп болдым. Енді замогымызды жауып көреміз, қалай шығады екен. Замокты осылай айналдырамыз да, осылай жабамыз. Міне қараңыздар, қалай әдемі болып шыға келді. Мына үстіңгі бөлігі екеуі бірдей болып тұрады. Көрдіңіздер ме? Әдемі. Асты бәрі бірдей, замок мүлдем көрінбейді. Достар, енді аптачка тігуге кірісеміз. Мен мына жерде аптачкамды негізінде дайындап қойған. Бұны алдын ала киімді пішкен кезде аптачканы бірден пішеді. Мен сіздерге қалай пішу жолын көрсетіп өтейін. Аптачка тігетін негізгі матамызды аламыз. Матаның бүктелген жеріне міне, қазір. Бүктелген жеріне жаңағы киімімізді қоямыз. Яғни алдыңғы бөлік болса алдыңғы бөлік, артқы бөлік болса артқы бөлік. Міне, осылай қоясыздар. Мына замокты мына жерде жоқ деп ойлаңыздар. Мен мысалы көрсетіп жатырмын, мысал ретінде. Міне матаның бүктелген жеріне қоямыз. Замокқа мән бермейміз. Бүктелген жеріне қойып алдым осылай. Содан кейін осы жерден бастап белгілеп аласыздар. Міне, белгілеп, осылай бірден сызбасаңыздар да болады осылайна. Айналдыра сызамыз. Содан кейін мойын ойнысын сызып алдық қой. Осы жерден былай қарай 5-6 сантиметр аласыздар. Мысалы 5-6 деп примерно осылай алайын. Осылай аласыздар. Сызып аламыз. Енді мына жерді сызып алдық қой. Енді мына астыңғы жағынан тура солай 5-6 сантиметр аласыздар. Міне. 6 дейік мысалы, Міне, мына жерден 6 сантиметр алдық, мына жерден 6 сантиметр алайық. Әр түрлі алуға болады. 4-тен бастап
6-ға дейін ала берсеңіздер болады. Мына жерден де алып алдық. Мысалы, екеуін бірдей алып алдық. Енді мынаны ашамыз. Міне, мына аралықты осылай айналдыра. Мысалы, мына жерде 6 алсаңыздар, мысалы, мына жерде де осылай, мына сызық бойынша осылай 6, осылай 6 деп осылай белгілеп шығамыз. Осы сызық бойынша осылай айналдырып, біздің аптачкамыз сонда дайын болады. Міне, қараңыздар. Мынау мысалға көрсетіп жатырмын. Міне, осылайнан біздің аптачкамыз сонда дайын болып шыға келеді. Міне, осылайнан қиып аласыздар. Сонда бізде осылай мойын ойындысынан аптачка дайын болады. Міне, мысалы, қиып алдық. Содан кейін мына жаңағы бүктелген жеріңіз бар ғой. Осы жерді, мысалы, менікі алдыңғы жақта болғандықтан, мені алдын ортасынан бөліп қия салам. Ал арт жағын болса, сіздер арт жағындағы аптачкасын қиясыздар. Менде арт жағы осылай тұтас, алдыңғы жағы осылай қиық болады. Мына жаңа бүктелген жерге, мысалы, осылай пішіп алдым ғой. Мына жерде мені бүктеліп тұр. Егер алды тұтас болса, осы бетте бұл дайын болып шығады. Міне, көрдіңіздер ме аптачка? Менде алды замок, сондықтан мен осылай алдын қиып алам. Содан кейін өлшеп алғаннан кейін міндетті түрде артығымен алыңыздар. 1,5-2 см міндетті түрде артық болсын. Міне, аптачкамыз дайын. Енді егер бұл жұқа матадан болса, міндетті түрде астыңғы жағын дублеринмен жабыстырасыздар. Менде матам велюр матовый болғандықтан, ол кішкене қалыңдау болғандықтан мен дублерин жабыстырған жоқпын. Мен қазір мына матамның мына шеткі жақтарын, мына шеті, мына ішкі жағын, мынау шет сырт жағы. Осы екі сырт жағын оверлокпен жүргізіп шығам. Және міне артқы бөлігінің де осы сырт жағын, мына ішкі бөлігіне теспеймін. Мына сырт жағын оверлокпен жүргізіп шығам. Міне, мынау аптачкамыздың артқы бөлігі, соған алдыңғы бөлігін тігеміз. Яғни оң бетіне беттестіреміз. Содан кейін барып тігетін боламыз. Міне, екі жан тігісін бір-біріне беттестіріп тігіп шығамыз осылай. Міне, мына жерде көйлегіміздің екі иық тігісін тігіп шықтық. Замоктарын барлығын беттестіріп, оң бетінде қоямыз барлығын. Енді бізге аптачкамызды тігу керек. Яғни оң бетіне беттестіріп, артқы бөлігін және екі иық тігісін бір-біріне беттестіреміз. Міндетті түрде тігістерін. Содан кейін ине қадап аламыз. Міне, артын тура ортасын тауып аласыздар. Сол жерге ине қадаймыз. Мынау екі жан тігісі, иық тігістері яғни. Осыларды міндетті түрде белгілеп аламыз. Міне. Содан кейін замогымызды былай ашыңқырап, соған алдыңғы бөлігін қоямыз. Міндетті түрде ине ашық бетінде замогы былай жабық тұрмау керек. Ашылып, сыртқа шығарып қоясыздар. Содан кейін барып ине қадайтын боламыз. Мынау артық жерін бормен белгілеп жатырмын. Қазір ине қадап болған соң оны қиып алып тастаймыз. Міне. Міне, мына замоктың тұсынан қазір осы жерден тігіс жүргіземіз. Міне, сызық жүргізген жерден замокқа тигізбей, соның жақынырақ қылдыртып, біз ол жерден тігіс жүргіземіз. Содан кейін мойын ойындысын айналдыра 0,5 не болмаса 1 сантиметрмен өздеріңіздің тігіске қанша қалдырдыңыздар, сол бойынша айналдыра тігеміз. Мына артық бөлшегін қиып алып тастаймыз. Ол бізге керек емес. Міне, тігісімізді толығымен түзу тігіспен жүргізіп шығамыз. Екінші жақ алдыңғы бөлікті тура солай істейтін боламыз. Міне, көктелген жіптердің барлығын алып тастадық. Қазір ішкі бөлігінен жаңағы аптачкамыздың тігілген жерлеріне кішкене қиықтар жасаймыз. Оң бетінен аударған кезде біздің аптачкамыз дұрыс тұру үшін осылай ұсақ қиықтар жасап шығамыз бар жерге. Айналдыра мойын ойындысын барлығын осылай қиып шығамыз. Енді оң бетіне аударамыз. Осылай барлығын айналдырып аударамыз, әдемілеп. Замогын жабамыз. Енді барлығын күштілеп, үтіктеп шығу керек.
міне мына жерде екі алды бірдей иық тігісі барлығы әдеміленіп мойын ойындысы аптачкамыз тігіліп болды. Енді ішкі бөлігіне аударамыз. Екі иық тігісін иықтың аптачкасына жақсылап ине жіппен тігіп қоямыз. Сонда оң бетіне аударған кезде аптачкамыз сыртқа қайта шығып кетпейтін болады. Міне осылай тігеміз. Оң беті осылай әдемі болып тұрады. Енді келесі бөлігінде тура солай жасайтын боламыз. Екі жағында тігіп алдық. Міне біздің аптачкамыз да замогымыз да барлығы дайын болды.